Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ферромагнетизмнің табиғаты, домен құрылымы. Ферромагнетиктер дегеніміз сыртқы магнит өрісі болмаған кезде өздігінен магниттелу қасиетіне ие болатын магниттердің ерекше класы. Ферромагнетизм тек кристалды күйдегі заттарға тән. Ферромагнетиктердің ең танымал мысалдары темір, кобальт, хром қосылыстары. Ферромагнетиктер магниттілігі жоғары заттар. Олардың магниттелуі сыртқы өрістің күшіне байланысты сызықты емес болып табылады. Сондықтан қанығу күйіне жетеді. Жоғарыда айтылғандарды ескеретін болсақ, ферромагнетиктер үшін магниттік қабылдағыштық және магнит өтімділігі тұрақты шама бола алмайды. Сондықтан алдарыңызда тұрған формула бойынша магнит өтімділігі мен магниттік қабылдағыштық өріс кернеулігінің функциялары ретінде қарастырылады. Өріс күшінің жоғарылауымен бұл функциялар да өседі, максимумнан өтеді. Ал күшті өрістерде, яғни қанығу күйіне жеткенде магнит өтімділігі 1-ге ұмтылады, ал магниттік қабылдағыштық 0-ге ұмтылады. Магнит өтімділігінің мәні максимум кезінде қарапайым температура жағдайында көптеген ферромагнетиктер үшін 100-ден 1000 бірлікке дейін жетеді. Ферромагнетиктердің дара кристалдары магниттік қасиеттеріне қатысты анизотропты болып табылады. Әрбір кристалда магниттік сезімталдық ерекше маңызды болатын бір немесе бірнеше бағыт болады, яғни олардың микроаймақтары болады. Сондай-ақ кристалл нашар магниттелетін аймақтары да болады. Егер ферромагнетик ұсақ поликристалдардан тұратын болса, онда бұл изотропты болып табылады. Қарастырылып отырған магниттер класы үшін екінші ретті фазалық ауысуға түсетін белгілі бір температура болады. Бұл температура Кюри температурасы деп аталады, немесе Кюри нүктесі деп аталады. Бұл кейбір материалдардың тұрақты магниттік қасиеттерін жоғалтатын температура. Оны көп жағдайда индукцияланған магнетизммен ауыстыруға болады. Кюри температурасы сыни температура магнетизмнің жоғалуын көрсететін Пьер Кюридің есімімен аталған. Мысалы, темір үшін 768 градус Цельсияда темір өзінің ферромагниттік, яғни магниттік қасиетін 768 градус Цельсияда жоғалтады екен. Никель 365 градус Цельсияда өзінің магниттік қасиетін жоғалтады. Ал кобальт үшін бұл температура 1000 градус Цельсияда құрайды екен. Ферромагнетиктердің домендік құрылымы. Эйнштейн тәжірибе жүзінде ферромагнетизмнің электрон спиндерінің әсерінен болатындығын көрсетті. Жоғарыда айтылғандай, ферромагнетиктерде сыртқы өріс болмаған кезде өздігінен магниттелу болады. Бірақ ішкі себептердің әсерінен электрондар спиндері бір жалпы бағытқа реттеле бастайды. Айта кетсек, ферромагниттің толығымен магниттелуі энергетикалық тұрғыдан тиімді емес. Ферромагнетиктер Кюри температурасынан төмен температурада көптеген ұсақ магниттік макроскопиялық аймақтарға ыдырайды, және олардың әрқайсысы өздігінен магниттеледі. Бұл аймақтарды домендер деп атайды. Әрбір нақты магниттік материал бұл көлемде көптеген тұйықталған аймақтарға, яғни домендерге бөлінеді. Олардың әрқайсында өздігінен магниттелу біркелкі болады және оңай магниттелу осьтерінің біріне бағытталады. Бұл күй энергетикалық тұрғыда тиімді, өйткені домендердің магниттік моменттері кеңістікте бірдей ықтималдықпен бағытталған. Көршілес домендер арасында шекаралық қабаттар пайда болады. Домен қабырғаларының ішінде магниттелу векторлары біртіндеп бұрыла бастайды. Бұл жағдайда домендердің көлемі өзгеруі мүмкін. Мысалы, темір үшін антипараллель домендер арасындағы шекараның ені 13 көбейтілген 10⁻⁸ дәрежесі метрді құрайды. Шекараның қалыңдығы негізінен энергиялардың қатынасына байланысты. Домендердің өздері металл емес қосылыстарға, түйіршіктердің шекараларына, дислокацияның жинақталуына және басқа бірліктерден тәуелді. Домендердің пішіні әдетте дұрыс болады. Мысалы, бірінші және екінші суреттерде кристалды ферромагнетиктің идеалданған домендік құрылымы және поликристалдың домендік құрылымы көрсетілген. Оқшауланған цилиндрлік магниттік домендер.
оларды CMD деп белгілейді. Олар ақпаратты жазуға және сақтауға арналған құрылғыларда қолданылады. CMD жұқа магнитті пленкаларда көрсетіледі. Жеке CMD элементінің сыйымдылығы оның 5 дәрежесі битке дейін болуы мүмкін. CMD материалдарында сыртқы магниттік ығысу өрісі болмаған кезде домен құрылымы CMD торы немесе жолақ құрылымы түрінде болады.